Ассалаумағалейкумдер, қалайсыздар, амансыздар ма? Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы Жаңғыз көшесі 27/2 үй тұрғыны Қуаты Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Жұмысқа сөйлесіп едім. WhatsApp-та болды еді, WhatsApp-та әлі хабарласпай жатыр. Таңертең 9-дарға хабарласам деп отыр едім. 9-дан өте 40-дарға хабарластым. Хабарласам деп отырғанда 9:40-қа дейін ұйықтап қалыппын. Хабарласам деп отырып 9:40-та хабарласып, жұмысқа сөйлесіп жатсам, WhatsApp-та болды деп еді, әлі что-то ответ жоқ. Нөмірін алдым. Сол жауабын күтіп отырмын енді. Жұмысқа сөйлесу керек. Охрана деп тұр екен. Ол дейтін, сол енді қазір енді жұмысқа алсам, мен мысалы жұмысқа алатын болса, олар дейтін жұмысты сол жоқ қылып жібере ма, или жаңағындай басқа біреуді алып тастай ма, білмеймін. Бұл жерде түсініспеушілік жүрек. Мысалы қазір мен хабарлассам, охрана деп тұрса, басқа бір нелерді алып жібере ма, или бұл жерде білмеймін, сол түсінбей тұрған сыбайлас жемқорлық па деген сияқты ғой. Енді мен жұмысқа сөйлесіп едім, охранаға. WhatsApp-та болды деп еді, әлі ответ жоқ. Хабарын күтіп отырмын. Енді мен де қазір сағаттан қарап отырмын, 10-нан кетті, 10:59, 11 болды сағат. Мен сіздерге қойып берейін сөйлескенімді. Ассалаумағалейкум. Жұмыс требуется екен, охрана. Сол бойынша хабарласып отырайық. Алло. Охрана требуется деп тұр екен, сол жұмыс бар екен, сол бойынша хабарласып отырайық қой. Иә, сол жұмыс бар болса, жұмысқа тұрайын деп бар болса, егер алып жатса. WhatsApp-қа көрейін бе? Сейчас. Міне, WhatsApp-қа кір деп еді, содан әлі отырмыз, міне. Мен солай дейін, бұл жерде сол уақыт ұрлап тұр ма, жұмыс істеп тұрып, олар дейтін, бұл жерде сыбайлас жемқорлық қылып жауап тұр ма, мен түсінбей тұрмын. Сонда уақыт кетіп отырғанда мен де қазір енді сол эфирге шығайын деп, сол эфирге салайын деп отырып. Әйтпесе қазір енді білмеймін, уақыттан өтіп кетіп, бұл дейтін алмайын болды, алдық тез жүрсе деген сияқты. Тағы ойланып тұрмыз, неге видеоға түсірдің деген сияқты. Видеоға түсірдің деп болғанда сол жоқ, бұлар дейтін официальный жұмыс беріп тұр, бұлар дейтін жұмысты солар жағындай аяқтан шалып хабарлас дегенде хабарласпай неғып тұр, мен бос емеспін. Енді мен түсінігім бойынша солай, енді мен эфирге салмасам мен уақытым кетіп жатыр, содан кейін салып тұрмын, болды эфирге, болмаса мен не қыламын эфирге салып. Уақыты осы 9-дарға алады, 9:40-дарға хабарласқан,
9 жарымдарға 9:35 па әйтеуір 9 бірдеңеге хабарласқан. Соны енді хабарласып уақытым кетіп жатқаннан соны хабарласатым. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Химаханы, аты жөні Олты Бауыржан, Бек Бауыржан, Табыныру жоғарыдағы Түркістан, Арыстанбап Бауыржан, Бек Бауыржан, ұлы ер адам Табыныру жоғарыдағы Ақтөбе облысы Шұбарқұдық ауданы Қуат атасы туылған жері Қоңырат город. Дәуіт Табын шөмішті Қарағойлы Лабағыру батыр ұлы ер адам Мазар Қоңырат әкесі туылған жері Бауыржан, Бек Бауыржанның Қоңырат город. Микрорайон 918 улица Кара деп былайта тұрамыз. Карагалпақстан Барбатез 2 этаж 20 квартира үй Бауыржан, Бек Бауыржан туылған жері. Сендермен бірге болған Бауыржан, Бек Бауыржан Табыныру жоғарыдағы Жебрейіл Аллах Құдай, Аллах үй Құдайда Жөлкі Кәпір Құдай, 4-ші Аллах Құдай, Әресчі Жередіне Вакзевсүй Құдай, аты жөн Олты Бауыржан, Бек Бауыржан Табыныру жоғарыдағы Перғауын Патша, аты жөн Олты Бауыржан, Бек Бауыржан Табыныру жоғарыдағы. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Мен сол уақытым кетіп жатқаннан мен де сол видео берге хабарласпасам доказательство. Если что, официально болса мен кіруім керек, официально. Ол дейтін, енді официально кіретін кезде жағандай деп хабарлас деп аяқтан шалып өзіңіз көріп тұрсыздар енді. Мен сол доказательство түсіру үшін мен осы видеоға түсіріп жатырмын. Болмаса не қыламын, ол видеоға түсіріп жүре бермеймін олай деп. Содан кейін видеоға түсіріп тұрмын, өзім сол жұмысқа официально кіретін болса, ол дейтін сол аяқтан шалып ана хабарласамыз деп, ол хабарласпай жауап басқа біреуді алып жіберіп тұрмын. Қарап отырмын интернеттен 5 адам қабылдайды деп тұрып, 5 адамды енді алдық деп жібере ма деген сияқты. Мен сол 5 адамның ішінде мен алатын болса, мен кіріп қалам ба деген сияқты, соққа кірем ба деген сияқты сол хабарластым. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Өткенде жұмыссыздыққа тапсырдық. Ол дейтін жұмыссыздыққа тапсырғанда ол дейтін Өзбекстан Республикасынан жұмысқа алу керек, немесе Қазақстан Республикасынан жұмысқа алу керек. Нефтегаз Буринеге. Мамандығым буречик қой. Олар дейтін Қазақстан Республикасы істеткізіп беруі мүмкін, Өзбекстан Республикасына, немесе Өзбекстан Республикасында жұмыс істеу керек Буринеге. Мен сол айтайын деген, Буринеге сол жұмыс істеп, барып келіп жұмыс істеп жүру керек. Осы айтылған территориядан. Қазақстан Республикасы итакта өзі енді алмайтын болса, мен Өзбекстан Республикасына барып, нефтегаз буринелерде жұмыс жасауым керек. Мен сондай болу керек. Мен сол айтайын деген. Үкімет басшылары сол Қазақстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы деп айтып отырған сол маған Өзбекстан Республикасынан болса да жұмыс деген сияқты буринеге жұмысқа кіріп, соған барып келіп сөйтіп жүру керек. Мен сол айтайын деген. Олар дейтін сол жағандай. Жай жасайсың ана мынау дейтін сөздерде болуы мүмкін, жай жасайды ана мынау дейтін. Ол жай жасағанда сол баяғыда сол аяққа балта тиген. Содан кейін аяққа балта тиген, бастан травма алған сальто айданып. Содан кейін сондай болған, болмаса мен дейтін жүре беретін ер адамын. Шапқылап, сол айтайын деген. Олар дейтін сол Қазақстан Республикасында істеп жатса, мысалы, олар дейтін жағандай ана мынау жай жүреді деген сияқты, или өздері жағандай, өзі жай жүріп, өздеріне қылып, аяқтан шалып, өздері жұмыс істеп жүре беретін деген сияқты. Ол ер қыз, әйел адамдар деген сияқты сондай болуы мүмкін. Мен сол айтайын деген. Сол Өзбекстан Республикасынан болса да, сол үкімет басшыларына, сол басшылықтар үкіметіне хабарлассын деп сол айтып едім, видео чатымызда, видеода хабарласқанымыздай сол айтып едім. Ол дейтін хабарласқан жоқ. Сол бүгін сол енді айтқандай хабарласып азғантай сөйлеймін деп отырмын. Сол сөйлейтін болсам, бәрін айтайын деп айтып тастап отырғандарым. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Енді ол енді жаңа мен видеоға түсірсең, неге видеоға түсірдің дейді. Енді мен уақытым кетіп жатқаннан кейін мен осыны түсіріп тұрмын. Ол дейтін ана сол таңертең жұмыстары 9-дарда ашатын шығар деп, 9-да хабарласатын шығар деп, 9-да хабарласам деп отырған, ұйықтап қалыппын видеоға отырып.
Жарайды. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Соны айтайын деп отқаным. 10 минут қасыпты, қазір сөйлескеніміз. Айтсам айтып отыра беремін. Мен сол жұмыс жөнін реттестіру керек. Сол Өзбекстан Республикасында болса, Өзбекстаннан келдің, ана мынау, көшіп келдің, ана мынау дейтін әңгімелер болмайды да. Өзбекстан Республикасында жұмыс істесең, Өзбекстан Республикасы өзіңнің территорияңда жүре бересің да, ешкім саған әңгіме айта алмайды. Жаңағыдай көшіп келді, Оралман, ана мынау, или жаңағы Қарақалпақстан, Қарақалпақ, Қалпақстан деген сөздер айтылып жүрмейді да вообще. Сол Өзбекстан территориясында өзің территорияңда жұмыс істеп жүре бересің. Қазақстан Республикасына келсең, танымайтын ол ер қыз, әйел адамдар. Олар не қылады? Жаңағыдай сыбайлас жемқорлық және тағы басқалар. Осылай. Олар дейтін істететін кезде жаңағыдай өзінің территориясын айтады. Өзің өткенде біздерді шығарып жүрді, мен Ақтөбеден. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Ақтөбеден шығарып жүргенде былай ғой, жаңа Ақтөбеден шығарып жүргенде мен ол жерге барсам, ол менің маманың танысы кіргізген ғой. Менің маманың жезденің бастығы ма, жездесінің бастығы ма, сондай. Сол Ақтөбеде істейтін, сол арқылы сөйлесіп кіргенбіз ғой. Мен одан кейін жаңа бастығы айтқаннан кейін, Ақтөбедегі бастығы айтқаннан кейін жұмыстан арызын жаз деп шығып кеттім. Одан кейін болмаса мен арыз жазбай шығуыма да болады еді. Олар жағындай танымайтын, ол ер қыз, әйел адамдар. Олар не қылады? Жағындай өзінің территориясына, Қазақстан Республикасы өзінің территориясына, Өзбекстан Республикасы өзінің территориясына, сондай болады. Россия Республикасы өзінің территориясына деген сияқты сондай болып жатыр бұл жерде. Бұл жерде сол істейін десек. Мен сол болмаса шықпауыма болатын еді, ұят болады деп арызым жазып шығып кеттім. Ол дейтін бәрі жазбағанмен де оның бәрі түрткілеп сен по-любому шығаратын болса шығарып жібереді сол жерде. Жұмыс істемеді дейді, сөйтеді дейді. Сөйтіп мен шығарып жібереді жұмыстан. Ақтөбеде де істедік, болмаса 3 ай істеп тұр. Испытательный өтпей қалды деп шығарып жіберіп тұр. Қазақстан Республикасына келсең, сондай. Сол Өзбекстан Республикасына есілші өзінің территорияңызда ешкім әңгіме айта алмайды ғой, жаңа. Әңгіме айтса да азғантай бір әңгімесі келіспейді да. Өзбекстан Республикасына маған әңгіме айта алмайды да. Өзбекстан, тем более Өзбекстаннан туылған жерінің болғасын маған әңгіме айта алмайды. Олар дейтін жаңағыдай туған жерінен, туып өскен жерінен, жаңағыдай мемлекетіңнен сондай қылып тұр ғой олар дейтін. Сондай. Оларда сол жағындай Қазақстан Республикасының туған жерінен сондай неден қарап тұр олар дейтін. Оларды да сол республикасынан жағындай қарау керек. Мен сол айтайын деймін. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Бауыржан Бекбаржан. Көпшілік кеттім ғой. 13 минут болды.